Танымал әзілкеш. Тұрсынбек Қабатовтың әйелі. Мөлдір Мұханова кейінгі уақытта көзінен жас мұң тоқтар емес. Бұл туралы өзі де инста парақшасында көрсетті. Халық арасында Тұрсынбек басқа әйел алды деген қауесет көп. Бұл туралы Мөлдір Мұханова да растаған еді. Иә, мен халықтан ештеңе жасыра алмадым, біздің жігіт осылай болды, оның абыройы үшін бәрін ойладым. Бірақ кететін адам кетеді екен, деді Мөлдір ханым Анна журналист сұхбат бергенде. Естеріңізде болса керек, жас жігітпен көзге түскен Мөлдір Мұханова арамызда қалсын әні хит болып жатыр. Алайда Мөлдір осы күнге дейін іші тола мұң мен қайғы жұтып келген көрінеді. Қай жерде жүрсе де көзінен жас тоқтар емес. Осылайша Мөлдір ресми түрде ажырасты ма жоқ па, ол жағы белгісіз, құрметті оқырмандар.